Алматы облысы Ұйғыр ауданы Илья Молотов Бахти атындағы номер 3 орта мектебі педагог логопед Садирова Саяра. Менің тақырыбым ойын арқылы оқушының ұсақ қол моторикасын дамыту және сөйлеу тілін дұрыс қалыптастыру. Неліктен ұсақ моториканы ойын арқылы дамыту маңызды? Ойын баланың табиғи әрекеті, ол қызығушылығын арттырып, оқу процесін жеңілдетеді. Сөйлеу дамуы саусақ жаттығулары сөйлеу тілін дамытуға үлкен серпін береді. Өйткені мидың бұл аймақтары тығыз байланысты. Адам іс-әрекетінде сөйлеу тілі қолданылмайтын салалар іс жүзінде жоқ. Барлық жерде қажет және міндетті қолданылады. Бұл күрделі функция және оның дамуы көптеген нүктелерге байланысты болып келеді. Бұл жерде басқалардың ықпалы үлкен рөл атқарады. Бала ата-ана мен мұғалімнің сөзінің үлгісінде сөйлеуді үйренеді. Қоршаған орта балаға дұрыс, анық сөйлеуді қалыптастыруға көмектеседі. Менің сіздерге ұсынып жатқан ойыным ойна, ойла, сөйле ойыны. Бұл ойындар мен жаттығулардың мақсаты фонематикалық қабылдауды, дыбыстық талдау элементтерін дамыту. Бұл ойынның басқалардан ерекшелігі арнайы құрал арқылы білім алушылардың сөйлеу ұсақ қол моторикасын дамыту, ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту үшін тиімді қолданып келемін. Алдарыңызда тұрған суреттерге мән берсеңіздер, бұл жерде балалардың суреттері және ойынның өзінің суреті берілген. Шарларда оқушыларда жиі кездесетін, дұрыс қалыптаспайтын, оның ішінде Ш, С, Ж, З, Р, Л дыбыстары жазылған. Оқушының міндеті 3 шарды, яғни бірдей түстегі бірдей дыбыстарды бармақтармен итеріп отырып, бірдей дыбыстарды бір жерге жинайды. Жинақталған шарлардағы дыбыстарды айтып алып тастайды. Мысалға, Р дыбысын бәрін бір жерге жинайды және Р дыбысын айтып алады. Мен оларды 3 неге бөлдім. 3 міндетке. Біріншіде бала саусақтарымен 3 немесе одан да көп бірдей шарды жазылған дыбыстарды жылжыту арқылы бір жерге жинап айтады. Ал екіншіде бала саусақтарымен одан да көп шарларды алады, бірақ бұл жерде жинаған кезде бала қолмен емес ұстағышпен алады. Ал үшіншіде бала саусақтарымен дыбыстарды бір жерге жинайды жылжыту арқылы, ал бұл жерде қасықпен алып ыдысқа салады. Бұл жердегі қасыққа көз салсаңыздар, бұл жерде қасық тез қасық, кәдімгідей шұңқыр қасық емес. Және мына жерде берілген ссылкаларға кірсеңіздер, балалардың жұмыстары жазылған, көрсетілген. Және сандар сөйлейді. Бұл жерде бұрынғы кезде біз ойнайтын ойындардың арасындағы ойынды мен алдым, өзіме түрлендірдім. Оқушы қолындағы асықпен осы сандарға тастайды және қай санға түседі, сол санға секіріп бара жатып буындарды айтады. Ол буындар баланың, мысалға, Р дыбысы қалыптаспаған бала болса, қолындағы карточка алады, сол карточкада 7 саны болса, немесе қай санға түседі, сол сандағы дыбысты, буынды айтады. Ойын арқылы оқушы ең бірінші санға мән береді. Дұрыс тастау, дыбысты дұрыс айтуға. Бір ойынмен оқушының барлық жан-жағын қамтып шығамыз. Бұл дегеніміз, бала айна алдында артикуляциялық жаттығумен ғана шектеліп қалмайды, еркін тұрып жүруге және түзету, дамыту сабағына қызығушылығын арттырамыз. Енді мен бұл жерде қиындықтар мен шешімдерге тоқтала кетсем. Қиындықтар қазіргі балаларда жалпы моторлық дамуының төмендеуі көп байқалады. Баулу ойыншықтарының аздығы, ата-аналардың қол еңбегін аз қолдануы. Яғни ол жерде мысалға балалардың гаджеттарды, телефонды, смартфондарды көп ұстауы. Заманауи технологияларға деген қызығушылық қол еңбегін алшақтатып жатыр. Ал шешімдер мектепке дейінгі кезеңде жүйелі ойын жаттығуларын енгізу, яғни ұсақ қол моторикасына 3 жасынан бастап көңіл бөлу. Ата-аналар мен педагогтардың бірлесіп жұмыс істеуі. Ол дегеніміз тек қана педагогқа шектеп қоймай, ата-аналарға да жауапкершілікті беру және ата-аналарға да қосымша жаттығуларды, өтініштерді айту. Балалардың қызығушылығын арттыратын түрлі ойыншықтар мен материалдарды қолдану. Тек қана бала жаңағы айтылғандай артикуляциялық аппаратпен ғана айна алдында отырмай, ол балаға түзету дамыту сабағында еркіндік беру, жүріп тұруына. Қорытынды айта келе, ол ойын ұсақ моторика мен сөйлеуді дамытудың кілті болып келеді. Ерте жастан баланы жүйелі түрде ұйымдастырылған ойын жаттығулары сөйлеу мен моториканы бірге жетілдіреді. Педагогтар мен ата-аналарға ойын әдістерін балалардың дамуына белсенді қолдануға ұсынамыз.
әр баланың жеке даму деңгейін ескере отырып, оларға тиісті қолдау көрсету өте маңызды. Бұл кешенді жұмыс баланың жан-жақты дамуына негіз қалайды. Назарларыңызға рахмет.